Армысыздар, құрметті телекөрермендер, эфирде 13-ші регион бағдарламасы, студияда мен Нұргүл Жолымбетова. Әдеттегідей өздеріңізге Шымкент қаласында өткен тәулікте орын алған оқыс оқиғалар жайында баяндайтын боламыз. Ал сізде жариялауға лайық бейнематериал болса, экранда көрсетілген нөмірге WhatsApp арқылы жіберулеріңізге болады. Букмекерлік кеңсеге қарақшылық шабуыл жасамақ болған азамат құрықталды. 30-шы қараша күні түнгі сағат 3:00 шамасында ер адам темір жол вокзалына жақын маңдағы кеңсеге кірген. Ол біраз уақыт ақша салып, құмар ойынды ойнаған соң арам ойын жүзеге асырмақ болған. Ол келіп ставка тікті, мен жабыламын дедім. Азанға үшін отырсаңыз деді, жоқ отырмайын дедім. Не үшін отырсыз десем, ставка тігіп отыр, досын күтіп отырмын дейді. Сөйтіп, мен жабам қопты, онда 500 теңге сар екен, қалтасын сол 500 теңге ставка тікті. Соның ұтылғаннан кейін, мен ол жабыламын дедім. Енді жабылды, ішке кіріп атқан ол нәрді тұрды. Тұрғаннан кейін бүйтіп кіріп атқан кезде яқып тұрс деп аяғым бүйтіп көрді ғой, байынан тұрады ғой. Сосын дубинкасымен бетіме болды бүйтіп. Нәзік жандыға қол көтеріп, кассадағы ақшаны түгелдей алып кетпек болған ер жігіт тірлігін тындыра алмады. Шу шығарып айғайға басқан азаматшаның даусынан шошынып қалса керек, қаша жөнелген. Алайда 25 жасар азамат көп ұзамай тәртіп сақшыларының қолына түсті. Жедел іздестіру барысында бұл кісіні тоқтатып, тексеру барысында мына азаматшаны букмекер орталығына кіріп, ұрып кеткені анықталды. Қазіргі таңда азаматшаны ұрып, осында ұстадық. Не істемекші болған бұл азамат? Бұл азаматшаны ұрып, жаңа кассада ақшаны алып, медициналық масканы киіп алған бетіне, азаматшаны айдау бойынша кассадан ақша алып кетпекші болған. 1991 жыл туылған азамат бұл әрекетке жоқшылықтың кесірінен барғанын айтады. Оңай жолмен ақша табуды көздеген ер жігіт тез қолға түсіп қалатынын сезбесе керек. Ақша керек болды. Сөйтіп, не істедіңіз? Қызды ұрдыңыз ба? Немен ұрдыңыз? Немен ұрдыңыз? Қолымда пластмасс қалдыққан соң. Пластмасс қайдаңыз? Жақта жібердіңіз ба? Қанша жерге кірдіңіз бұндай бұдан бұл? Бұл жер. Қаяқтан білдіңіз маскамен кірсек, өйстіп алып кетедіңіз? Мен намазымды үйреніп жүрмін, бұл қалпағымын үйреніп. Мен үйреніп. Білмей қалады деп ойладыңыз ба? Қанша ақша алып шықтыңыз бұл жерден? Алған жоқпын. Алмай қалдыңыз ба? Алған жоқпын. Оқиға орнында жұмыс жасаған полицейлер күдіктіден пышақ тәрізді кескішті тәркіледі және азаматшаның шағымын алып, оны бөлімшеге алып кетті. Алдағы уақытта істің мән-жайы анықталатын болады. Жеке аурулар бар балаларға арналған медициналық әлеуметтік мекемесінен қашып кеткен жасөспірім тәртіп сақшыларының көмегімен ауруханаға қайтарылған. Осылай деп облыстық жеке аурулар диспансерінің бас дәрігері мәлімдеді. Осыдан 2 апта бұрын көше кезіп жүрген Қуаныш Жамалбек есімді азамат құқық қорғау қызметкерлерінің қолына түскен болатын. Оны тергей келе ауруханадан қашып кеткендігі мәлім болған еді. Және оған берілетін әлеуметтік көмекті дәрігерлердің алып қоятындығы жөнінде анықталған. Алайда мекеме басшылығы бұл ақпаратты жоққа шығарды. Сондай-ақ оның бала кезінен 2-ші топ мүгедек екендігін, 12-ші қарашадан бастап стационарлық ем қабылдап жатқандығын жеткізді. Бүгінгі айтпағымыз осы болды. Егерде сіз күтпеген оқиғаның куәсі болсаңыз, немесе сізге тілшілердің көмегі қажет болса, онда 56-1632 нөміріне хабарласуыңызға болады. Ал егер өздеріңізде түсірілген бейнематериалдар бар болса, экранда көрсетілген байланыс нөміріне WhatsApp арқылы жібере аласыздар. Естеріңізге сала кетейік, біздің түсірілім топ бір тәулік бойы кезекшілікте. Сіздермен бірге болған мен Нұргүл Жолымбетова, амандықта жолыққанша.